Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай дәмді тосаппен вареньемен жасалатын пирог жасаймыз, ауызда еритін. Бізге керегі бөлме температурасында тұрған 160 грамм сары май, 1 стакан қант, жақсылап миксерлейміз. Енді 2 дана жұмыртқамызды алып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді қопсытқышымызды саламыз, разрыхлитель, тағы да жақсылап миксерлейміз. Артық ұн салмаймыз. Өте жұмсақ илену керек қамырымыз. Сонда пирогымыз дәмді, жұмсақ болады. Міне дайын болды қамырымыз. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Үлкен және кішкентай. Кішкентай бөлігін морозильникке саламыз, қатқанша. Үлкен бөлігін холодильникке. Салфанға саламыз, үлкен бөлігін осылай жайып алып. Міне біздікі дайын болды. Енді үлкен қамырымызды пергаментке осылай жайып шығамыз. Менде жаңағы таңқурайдың вареньесі бар, тосабы, осыны жағам. Сіздерде қандай варенье бар, соны қолданыңыздар, өте дәмді болады. Жаңағы екінші қамырымыз тоңазытқышта тұрған, морозильникте тұрған. Енді осы вареньемізді толықтай жабамыз күштен өткізіп. Дайын болған қамырымызды 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз қызып тұрған пеште. Міне дайын болған пирогымыз. Өте дәмді, өте жұмсақ, шайға жасап көріңіздер, ас болсын.